Ермек Тоқтаров мырза, енді сөз кезегі сізге. Жалпы сіз зерттеуші, сарапшы ретінде осы мәселеге байланысты не пікір айтасыз? Сәлеметсіз бе? Бұл негізі біздің астанамыздың атауы ата заңда жазылған. Сондықтан бұл сұрақтың тек қана саяси тұрғыдан өте маңызды емес. Ол сонымен бірге символдық тұрғыдан, символдық маңызы бар сұрақ. Өйткені бұл астананың атауы, жаңа атауы, қайта атауы бұл Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің дамуында жаңа бір кезеңнің басталуын белгілейді. Бұл сол тұрғыдан, саяси тұрғыдан, символдық тұрғыдан өте маңызды бір сұрақ. Жақсы. Енді мысалға біздің елімізде осы Астана атауыменен көптеген халықаралық шаралар да байланысты ғой. Мысалға осы кеше ғана өткен мына дін жетекшілерінің съезін алайық. Бұның алдында ОБСЕ-нің үлкен алқалы жиыны осы Астана қаласында өткен болатын. Енді тағы да басқа мысалға мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының талай жиындары осы арада өтті. Бұған қоса мына Еуразиялық экономикалық одақтың басты шараларының барлығы осы Астана қаласында өткен белгілі. Сондықтан да бұл халықаралық әлемдік саясатта бір қалыптасқан түрлі декларациялар қабылданған атау. Сондықтан да бұл енді халықаралық деңгейде де бұл атау қазір белгілі болып қалған сияқты. Бұған байланысты ойыңыз, Тоқтар Ермек мырза? Негізі, бұл тек қана экономикалық тұрғыдан ғана емес, бірақ саяси тұрғыдан және әлемдік деңгейде қалыптасқан бренд. Сонымен қатар бұл атауы адамдар арасында қалыптасқан, сол атаудың қайта келуі бұл әрине мемлекет, халық үніне құлақ асатын мемлекеттің тұжырымдамасының жүзеге асырылуы. Сонымен қатар біз қазір осыған қарайтын болсақ, бұл бастама мәжіліс депутаттарымен бастама көтерді. Енді мәслихат депутаттары оны қолдады. Сондықтан бұл осы заң шығарушы билік органдарының бастамасы болып, оларды ертең екі палатаның отырысында, біріккен отырысында шешім қабылданса, бұл толықтай заң шығарушы органдардың бастамасы мен шешімі болып қалады.